Сәлем достар, бүгін мен каналыма асқабақ қосылған манты салатын болам. Ол үшін каналға жазылып қойыңыздар. Осындай сочный манты дайындағыларыңыз келсе, майлы емес, бірақ сочный. Байқап тұрсаңыздар, нанның өзі әдемі шыққан, кеуіп кетпеген. Ол үшін видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Енді көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде ең негізгі қосатын өнім, яғни асқабақ. Асқабақты осылай картоп тәріздес. Картопты қалай тураймыз? 4 кубиктап дәл сондай қылып турап аламыз тазаланған асқабақтан. Енді мен манты дайындағанда фарш 50%, оған қосылатын қоспа көкөністер, яғни картоп, жуа, асқабақ 50%-ын құрайтын болады. Мен жерде көріп отырғандарыңыздай, бұның ішіне картоп қосылған жоқ. Тек асқабақ пен жуа және ет. Осындай фарш дайындап алып, ары қарай мантоваркамызды дайындап қоямыз, майлап. Сосын нанды өте жұқа да емес, қалың да емес, нан ысылу керек. Жұқа болса, білесіздер, буға ол жыртылып кетеді. Асқабақ су болғасын. Бұл жерде нанына да байланысты мантының дәмді болып шығуы. Көріп отырғандарыңыздай, нанымызды жайып алдық. Нанда қарапайым су, тұз қосып басылды. Енді көріп отырғандарыңыздай, 4 сантиметрдің көлемінде шаршы жасап, яғни соған бір үлкен қасықпен дайындалған салмамыздың барлығын осылай салып шығамыз. Бір келкетіп. Өте үлкен де емес, кішкентай де емес, әдемі болып шығады. Сосын көріп отырғандарыңыздай, үйдегі кім манты жасай алады, соның барлығын көмекке шақырсаңыздар болады, яғни тез түйіп тастау үшін. Міне осылай жақсылап түйеміз. Түйіліп болғаннан кейін жаңа дайындап қойған мантоваркамызға салып шығамыз. Аралары 5 мм-дей ашық болған дұрыс, себебі қазір нан отырады, сол кезде жабысып қалмас үшін. Осылай 45 минутқа пісіріп аламыз. Енді көріп отырғандарыңыздай, біздің мантымыз осылай болып шықты. Байқасаңыздар, сыртындағы наны кеппеген, кәдімгі әдемі болып шыққан. Дәмді, өте пайдалы тағам болады. Жасап көріңіздер, ас болсын. Сосын етіне жуа мен томаттан осылай қосымша подливка жасадық. Кейбіреулер майонезбен ұсынуға болады. Міне көріп отырғандарыңыздай, іші прям сочный, суы ағып тұрған манты шығады. Ас болсын, тағы да каналға жазылған ұмытпаймыз.